Экспо ғылым мен техника жетістігін паш ететін алаң. Экспо технологиялық табыстар мен мәдениет алмасу мүмкіндігі. Экспо тұрмыстық заттардан бастап азық-түлік, қорғаныс, медицина салаларына дейінгі құрал жабдық өндірісі. Экспо аппарат және машина техникаларының тұсауын кескен бүкіл әлемдік нарық. Экспо адамзат игілігі үшін индустрия, рухани қарым-қатынас және ұлттық өндірісті дамыту жолы. Экспо адам өміріне ықпал ететін салаларға халықтың назарын аудару құралы. Мынадай стационар телефон аппараты 1876 жылы Филадельфияда әлемді таңғалдырған экспонат еді. Бірақ бұл өткен дәуір. Араға бір ғасыр салып, ұялы телефон алғаш рет Жапониядағы экспода танылды. Ал сенсор экранына ең алғаш 1982 жылы ақштың Ноксвилл қаласында көрмеге қойылды. Қазір біз мұндай ұялы телефонмен әлемнің кез келген жермен сөйлесе аламыз, тіпті видео байланыс орната аламыз. 1939 жылы Нью-Йорктегі бүкіл әлемдік көрмені ақш президенті Франклин Рузвельттің өзі ашты. Бұл сәт тұңғыш рет тікелей эфирде тарады. Магнитофон, граммофон негізінен фонографтан бастау алады. Бұл аппараттың да тұсауын кескен Экспо. Медицина саласында рентген аппараты, ойын-сауықтағы айналаны шолу дөңгелегі, жеңіл өнеркәсіпте төңкеріс жасаған синтетикалық нейлон материалы, азық-түлік саласындағы консерві тағамдары, тіпті балмұздаққа дейін көрме арқылы дүние жүзіне тарады. Осының бәрі көрменің ең үздік әрі танымал дегендері. Одан өзге мыңдаған өнертабыстар Экспо арқылы жұртшылыққа тарады. Мәселен, тігін машинасы, дизель моторы, электр розеткасы, электр лампасы, Попов радиосы, ағайында люмьер кино қондырғысы, қыздыру шамы, алғашқы сериялық теледидар, IMAX жүйесі, тіпті IBM компьютерлерде көрменің экспонаттары болған. Экспоға қойылатын өнертабысты әлем мойындап бірден сатылымға шыққан. Бір 1851 жыл, 1 мамыр. Дәл осы күні Лондондағы Гайд паркте бүкіл әлемді көрме ашылып, 20 апта бойы ағылшындар сәулет өнерін әлемге паш етті. Архитектор Джозеф Пакстонның Хрусталь сарайы ең үздік деп танылды. Көрмеде сол кездегі жаңа өндіріске енген тұрмыстық заттар мен медициналық құрал жабдықтардың тұсауы кесілді. Тұңғыш рет халықаралық көрмені ұйымдастыру идеясын Ұлыбританияның Альберт Ханзадасы ойлап тапқан еді. Бүкіл әлемдік экспоға 6 миллиондай адам келіп, 186 мың фунт стерлинг жиналды. Көрмеден түскен кіріске әйгілі Виктория және Альберт мұражайы және Лондонда бірнеше мұражайлар салынды. Осыдан кейін-ақ мұндай халықаралық көрмені тұрақты түрде өткізу әдетке айналды. Өйткені көрме ұлттық өндірісті көрсетуге, адамзат игілігіне арналған ғылым мен техниканың дамуына ықпал етті. Экспо мәртебесі өсіп, өзіндік халықаралық нормалар пайда болды. Осының жұмысын реттеп отыратын халықаралық көрме бюросы 1928 жылы құрылып, бас кеңсе Париж қаласында ашылды. Жалпы экспо тарихы 3 кезеңге бөлінеді. 1851-1930-33 жылдар аралығында индустриализацияға баса назар аударылды. Дәл осы кезеңде сауда-саттық көбейіп, жаңа технология мен ғылыми жаңалықтардың тұсауы кесілді. Экспо арқасында Парижде әйгілі Александр Густав Эйфельдің мұнарасы, Франция мен Ресей қарым-қатынасының құрметіне салынған Александр үш көпірі салынды. Туризм саласы дами бастады. 1893 жылы Чикаго қаласында өткен көрмесі тарихта ең ірі шара ретінде есте қалды. Американың ашылуына 400 жыл толуына орай өткізілген көрме Кристофер Колумб құрметіне дүниежүзілік Колумб көрмесі деген атқа ие болды. Уақытында әлемдегі ең ірі ғимараттар салынып, жалпы қала құрылысының өзі экспоға орайластырып салынды. Мерекелік сипатта өткен көрмеге халық Азия мен Еуропа, орталық Азиядан ағылды. Ең алғаш айналаны шолу дөңгелегі де дәл осы көрмеде көрсетілді. Ал 1933 жылы Америкада ең алғаш трамвай жасалды. Осылайша экспоның алғашқы кезеңі гүлдену мен ғылымға арналды. 1933-68 жылдар аралығында өткен көрме мәдени байланысты дамытты. 1939 жылы Нью-Йоркте өткен дүниежүзілік көрмеден бастау алған мәдени тақырыптағы туындылар жарқын болашақтың болжамы іспетті. Оған Пикассо туындылары мысал. Технологиялық табыстар екінші орынға ысырылды. Мәселен, Нью-Йорк көрмесі ертеңгі күннің әлемін құру деп аталса, 1964 жылғы көрме өзара түсіністік арқылы әлем құру деген тақырыпта өтті. Осылайша ендігі экспо инновация алмасу мақсатында мәдени байланысты орнатты.
Бұл кезеңдегі көрмеге дейін әлемнің әр жерінде су буырқақтары, әр өнер саласындағы мұражайлар, ойын-сауық орталықтар ашылды. 1958 жылы Брюссельде бұрын соңды болмаған жаңа экспонат атомиум қойылды. Ол Бельгия және бүкіл Еуропа, тіпті атом ғасырының символына айналды. Архитектор Арне Ватеркейннің туындысы кәдімгі атомның 160 миллиард есе үлкейтілген түрет. Яғни шар тәріздес 6 атом өзара тор секілді тоқылған. Осы 6 шар ішінде мейрамхана, көрме павильондар орналасқан. 102 метрлік құбыр ішінде эскалатор, лифт 25 секундта жеткізетін. Атом ішінен туристер қала көрінісін тамашалап отырған. Осылайша атомиум нағыз адамзат дамуының шыңы болды. Сондықтан да бұл кезең даму мен жаңару сипатында өтті. Бір 1970-80 жылдардан бергі уақытта экспо адамзат пен қоршаған орта мәселелеріне арналып келеді. Яғни дүниежүзілік көрмені өткізген әр мемлекет ғаламдық мәселелерді шешудің жолдарын ұсынады. Идеясы, ұстанымы және көрмені өткізу деңгейі қаншалықты мықты болса, соншалықты бұл ел танымал болмақ. Осылайша ұлттық брендинг саясаты жүргізіліп келеді. Мәселен, 1970 жылғы Жапонияның Осака қаласындағы өткен көрме адамзат игілігі үшін прогресс және үйлесім деген тақырыпқа арналды. Дәл осы жерде алғашқы ұялы телефондар, магниттік тіректегі монорельсті темір жолдың тұсауы кесілді. Сондай-ақ туристер тұңғыш рет IMAX форматында кино тамашалады. Ал 2010 жылы Шанхайда болған көрме нағыз қала үлгісін көрсетті. Экспоға қатысқан әр мемлекет өз павильондарын ең керемет етуге тырысты. Тіпті орта есеппен павильон салуға 12 миллиард еуроға дейін салған. Өйткені павильон халық назарын неғұрлым көп тартса, соғұрлым сол мемлекет туралы көбірек таниды. Ал экспоны өткізген ел ертеңгі өмір үшін білімді байыту, қоршаған ортаны сақтау сияқты ғаламдық мәселелерге қандай шешім ұсынса, тақырыпта соған арналды. Бір 1928 жылдан бері халықаралық көрме бюросына бірнеше елдер мүшелікке кіріп, конвенцияға қол қойды. 2016 жылдың 6 ақпанында ұйым қайта санақ жүргізіп, 169 мемлекетпен байланысты екенін хабарлады. Оның ішінде әрине Қазақстан да бар. Ал халықаралық мамандандырылған көрмені Астанада өткізу идеясы алғаш рет 2008 жылы Испанияда талқыға салынған еді. Оған қолдау білдірген алдымен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Испанияның Сарагос көрмесінде, Кореяның Йосу қаласында, Қытайда өткен Шанхай көрмелеріне қатысқан Қазақстан бұл шараның маңызды екеніне тағы бір мәрте көз жеткізді. 1,5 ғасыр бұрынғы идея бойынша ең үздік ғылыми жұмыстарды іске асыру, мемлекеттер мен қалаларды дамыту, экспоны өткізу арқылы экономиканы көтеру мақсаттары орындалып келеді. Осыны ескерген Қазақстан 2010 жылы 1 маусымда халықаралық көрме бюросының бас ассамблеясында өз ниетін ресми түрде білдірді. Осыдан кейін 12 маусымда Парижде 151 бас ассамблеясында Астана халықаралық көрме бюросына таныстырылды. Мұнда да қазақ президенті тікелей байланысқа шығып, Астананың көрмені өткізуге барын салатынын мәлімдеді. Осылайша жасырын дауыс беру арқылы Астана Бельгияның Льеж қаласын басып озып, жеңіске жетті. 2017 жылғы экспо Астанада өткізілетін болды. Бұл күнді президент тарихи оқиға деп бағалады. Біріншіден, біздің елімізді тағы да дүние жүзі білетіндігін көрсетті, қандай ел екенімізді. Екіншіден, біздің елордамыз Астана қаласы мұндай ауқымды, үлкен, көлемді жиылыстарды өткізетін мүмкіншілігі бар екенін көрсетті. Бұл оңай мәселе емес. Біз көп тер төктік осы үшін, көп жұмыс істедік. 20 жылдағы істеген шаруамыз Қазақстанның өсіп өркендеуі, дүние жүзімен терезесі тең болуының тағы бір дәлелі қуанышты жағдай деп айтуға болады. Біздің мына жаңа энергия деген, жасыл энергия деген тақырыбымыз осы күнгі қазір үздік тақырыптың бірі болып саналады. Осы жөнінде енді мінекей жеңдік. 2017 жылға дейін көп шаруа атқаруымыз керек. Сонымен, неге Қазақстан болашақ энергиясы деген тақырыпты ұсынды? Өйткені қазіргі заманда энергетика экономиканың негізгі тірегі. Ал жасыл энергетика жаңартылған көздерден алынатын технология. Мәселен, күн сәулесінен, жел қуатынан, биоотыннан алынатын энергетика. Экспо деген енді Қазақстанда бір жаңа технологиялар дамытуға, энергияның бір жаңа көздерін дамытатын сондай технологияларды енгізуге мүмкіндік беретін сондай үлкен бір
іс-шара. Сондықтан енді экспоның үлкен бір әлеуеті бар, үлкен мүмкіндіктері бар. Әлемдегі осы саладағы жұмыс істеп жатқан біраз компаниялар келеді, өздерінің енді тауарларын көрсетеді, өздерінің технологияларын көрсетеді. Бұл енді нағыз енді қазіргі заман технологиялары ғой. Сондықтан енді осындай бір технологияларды көрсетіп жатса, оған енді біздің енді кәсіпкерлеріміз бар, біздің енді компанияларымыз барып бір-бірімен келісіп жатса, сондай бір шарттарға отырып жатса, технологияларын біздің компанияларға алып жатса, мысалы, оған мемлекет көмектесіп жатса, мемлекет сондай бір нәрселерді, сондай бір енді жұмыстарды бір қаржыландырып жатса, мысалы, бұл енді үлкен енді елімізде бір жаңа технологиялардың кіргізілуіне, жаңа технологиялардың дамуына бір әсер ететін үлкен бір шара болар еді. Ғалымдар бірнеше энергетика түрлерін сарапқа салып, қоршаған ортаға қаншалықты зиян немесе қауіпсіз екенін анықтапты. Ең қауіптісі атом энергиясын өндіру болса, мұнай және газ шикізат болғандықтан нарықта сенімсіз көрінеді екен. Ал биоотын дегеніңіз ертеңгі мұнай көрінеді. Өйткені одан қауіп те аз, қатер де жоқ. Жел қуатынан алынатын энергия көзі де өте қауіпсіз болғанымен, әр елдің ауа райына келе бермейді. Күн энергиясы да сондай. Күнге елдер ғана оның қызығын көре алады. Міне, Астана Экспо 2017 әлемдік экономиканың дамуына жаңа үлес қоспақ. Баламалы энергия көздерін ашу, болашақ энергияны әлемге таныту Астананың алға қойған басты мақсаты. Бұл жерде біздің елбасы Біріккен ұлттар ұйымының 70-ші ассамблеясында жалпы Қазақстанды осы экспоның орнында арнайы жаңа жасыл технологиялар хабын құру туралы өзінің идеясын айтып өткен болатын. Яғни бұнда бүкіл баламалы қуат көздерін пайдалануға ең үздік технологиялар, ең мықты жобалардың барлығы осы Қазақстанның айналасында, Қазақстан осымен таныс болады, осы көштен қалыс қалмайды деген тұрғыдан қарайтын болсақ, экспоның біздің еліміз үшін берері көп. Осыған дейін айтқанымыздай, экспоны өткізетін ел таңғажайыптың идеяға құралған ғимарат салып отырады. Бұл мәселеде Қазақстан да ел есінде қалуға тырысады. Арнайы конкурсқа әлемнің 50 архитектор қатысты. Ішінде американдық Адриан Смит Гордон Гилл Architecture жобасы үздік деп танылды. Оның басты идеясы жасыл экономика негізінде құрылды. Яғни көрме кешені бір уақытта күн мен желден және қоқысты қайта өңдеуден энергия өндіреді. Яғни Астана Экспо кешені өзін-өзі электроэнергиясымен қамтамасыз етеді. Күн ашық болса, желдің соғу күштілігіне қарай электр қуатын қалалық жүйеге де қосып отырады. Мұндай идея елімізде алғаш рет жүзеге аспақ. Экспо халықаралық мамандырылған көрмесінің жалпы аумағы 174 гектар және көрме өткізілетін аумақ 25 гектардан тұрады. Осы аймақтың ең жүрегі деп айтып есептелетін, ол ең алдымен Қазақстан павильоны орналасқан қазіргі атауы сфера шар тәрізді. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл 8 қабаттан тұратын болады. Оның алғашқы қабатында Қазақстан Республикасының ұлттық павильоны және қалған 6 қабатында осы әртүрлі энергия көздері, яғни күн энергиясы, жел энергиясы, биомасса энергиясы және ғарыш энергиясы деген сияқты әртүрлі энергия көздеріне арналған арнайы экспозициялар көрсетілетін болады. Сонымен қатар осы шар тәріздің айналасында тақырыптық павильондар орналасатын болады және коммерциялық павильондар. Яғни осы экспо көрмесінің демеушілері болып есептелетін біздің серіктестеріміз осы павильонда орналасатын болады. Астана Экспо жалпы қаланың инфрақұрылымын дамытуға, кәсіпкерлік пен отандық өндірісті қолдауға, туризм саласын көтеруге ықпал етіп отыр. Мәселен, экспоны салу кезінде құрылыс материалдарының бәрі отандық өнім болса, оған 3000-нан астам жұмыс күші тартылған. Экспо аясында Астана әуежайы жөнделіп, медициналық қызмет деңгейі көтеріледі. Қала смарт Астана жүйесіне біртіндеп көшіп жатыр. Сонымен қатар көрмеден кейін де халық игілігіне жарасын деген ниетпен ғимарат халықаралық қаржы орталығына және басқа да кеңселік мақсатта қолданылатын болады. Ал туристерге арнап салынған үйлер мен жатақхана сатылымға шығарылмақ. Конгресс-холл ашық эстрадалық алаң қаланың мәдени шараларын өткізуге пайдаланылмақ. Осылайша жасыл технология біртіндеп біздің тұрмысқа енгізілетін болады. Ал әлемдік қолданыстағы үздік жобалар жиналған өнертабыс мұражайы тарихи сипат алмақ. Әлем бойынша ең мықты және қазіргі таңда пайдаланылып жүрген дүниелердің барлығы осы үздік тәжірибелер аймағы деген арнайы павильонымыз болады. Сонда орналасатын болады. Бүгінгі таңда біз бұл аймаққа орналастырылатын бүкіл экспозициялардың барлығын әлем бойынша жинап, арнайы іріктеу комиссиясын құрған болатынбыз. Іріктеу комиссиясының мүшелері ретінде осы Нобель сыйлығының лауреаттары, энергетика саласындағы ең мықты әлем бойынша танымал ғалымдарды осы жерге жинап, жаңағы іріктеу комиссиясы 174 жобаның ішінен осы 24 жобаны таңдап, осы экспозицияға біз арнайы қоятын боламыз экспозиция түрінде. Астана Экспо 93 күн, яғни 10 маусымның
16-нан 10 қыркүйек аралығында өткізіледі. Көрме аясында мәдени шаралар да жоспарланған. Сонымен қатар қатысушы 75 мемлекет өздерінің ұлттық күндерін атап, елін танытады. Қазірдің өзінде 112 мемлекет пен 18 халықаралық ұйым Астана Экспоға қатысатындығын ресми түрде растады. 8 мемлекет өз павильондарын қабылдап алып, дайындық шараларын бастап та кетті. Our pavilion is 411 square meters. Біздің павильон 411 шаршы метр, ең үлкені болмаса да ауқымды дер едім. Мұнда өзіңіз біздің павильон дизайнын көріп отырсыз. Өмір терегі идеясында жасалған, яғни теректің лас ауаны қалай тазалайтындығын жеткізу. Қоршаған ортаның тазалығын сақтайтын өсімдік болғандықтан тамырын жайған бәйтеректі ортаға қойған, ал оның әр бұтағынан әртүрлі энергия көздер тарайды. Бұл идеяны іске асыру үшін мажар елі Экспо 2017-ге қояр экспонаттарын іріктеп таңдап жатыр. We will have some companies. Венгриядан 18 компания өз өнімдерін қояды. Сонымен қатар электромобильдік экспонаттар болады. Экспо тақырыбы өте өзекті әрі қатысушылар үшін қызықты. Біздің елде баламалы энергия көлемі 9%. Оның басым бөлігі биомасса және күн сәулесі арқылы өндіріледі. Біз Еуроодақпен келісімге қол қойып, 2020 жылға дейін жаңартылған энергия көлемін 15%-ға жеткізуді мақсат еттік. Бұл салада біздің айтарымыз, көрсетеріміз бар. Ал павильонды ерекше етіп салуға өз елінде тендер жарияланып қойған. Әзірге павильон тек макет түрінде дайын. Бір жағынан осы көрмеде мажар елі өзінің әлеуетін көрсетпек. The exhibition is really interesting for Hungary because we have this politics that Бұл көрме біз үшін өте қажет. Өйткені біздің қазіргі саясатымыз шығысқа бет бұру. Біздегі экспорттың басым бөлігі Еуропалық одаққа шығады. 30% Еуропадан тыс елдерге жіберіледі. Осыдан 4-5 жыл бұрын біз экспорт аясын кеңейтіп, бағытты шығысқа бұруды қолға алдық. Әсіресе Қазақстан, Ресей және Қытай елдерін назарға алып отырмыз. Халықаралық қатысушылар ішінде ең ірі павильонның бірі Ұлыбританияда. Алғашқылардың бірі болып 2015 жылдың қыркүйек айында ресми түрде өзінің Астана Экспоға қатысатындығын растағанда осы ел. Ұлыбритания энергетикалық қауіпсіздікті сақтай отырып, ғаламдық климаттың өзгеруіне әрекет етуде. Мәселен, қысқы бақ пен газ қалдықтарын 2050 жылға дейін 80%-ға қысқарту, 2020 жылға дейін баламалы энергия көлемін 15%-ға жеткізуді көздеп отыр. 2020 жылға қарай теңіз желінен, биомасса электр қуатынан, теңіз қуатынан, күн сәулесінен, биоотыннан, ауа және жерден жылу сору, баламалы транспорт, гидро, геотермал және күн қызуы сияқты әртүрлі технологиялардан жаңартылған энергия өндірілмек. Қазірдің өзінде Ұлыбритания теңіз жағалауы желі арқылы электр энергиясын өндіруде әлемдегі көшбасшы ел. Оған қоса су үстінде күн қызуын жинау панель массивімен де мақтаналады. Сондықтан Британия елінің Астана Экспода айтары бар. Well, we're really excited about Astana Expo. Біз экспоның Астанада өтуіне қуаныштымыз. Бұл біз үшін болашақ энергиясының маңыздылығын жеткізуге үлкен мүмкіндік бермек. Бұл ретте мен Ұлыбритания павильонының тақырыбын жеткізуге асықпын. Біздің тақырып графен. Бұл не? Кәдімгі алмаз бен графиттен ерекшеленетін көміртегінің жаңа формасы. Яғни қалыңдығы бір атом болатын көміртегі атомдарының қабаты. Алғаш рет 2004 жылы Манчестер университетінде жарияланды. Оны жүргізген екі профессорға 2010 жылы физика саласында Нобель сыйлығы берілді. Графеннің өткізгіш қасиеті өте жоғары. Әсіресе жылу өткізгішті қасиет арқылы электр қуатын мыстан жақсы өткізеді. Бұл компьютер, батарея, сенсорлық экранға қолданылады. Олардың жұмысын жылдамдатады. Адамды тұншықтыратын иіс пен тотыққан азотты сіңіріп алады да ауаны тазартады. Сонымен қатар таза су, тапшы жерлерде оны минералсыздандырып тазартады. Graphene holds out all sorts of possibilities. Біз Ұлыбритания павильонда графен арқылы энергияны қалай өндіріп қолдану мүмкіндіктерін жеткізгіміз келеді. Астана Экспо арқылы біз әлемге осы мәселені жария етеміз. Бұл нені білдіреді? Көптеген елдер мүше Біріккен ұлттар ұйымының 1000 жылдық даму мақсаттары аясындағы 8 мақсат міндетке қосылатындығымызды білдіреді. Графеннің Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму бағдарламасына қатысы қандай болуы мүмкін? Қолжетімді әрі таза энергия, таза сумен сауықтыру, тұрақты қалалар мен қоғам, жауапкершілікпен тұтыну және өндіру, ғаламдық серіктестікті құру. Осылайша Британия Біріккен ұлттар ұйымының 1000 жылдық даму мақсатындағы кедейлікті жою, білімді көтеру, келер ұрпақты бейбіт және толыққанды өмірмен қамтамасыз етуде өз үлесін қоспақ. Экспо жобасын ең алдымен біз жаңағы ғылым, ілім білімді дамыту саласындағы жаңағы мықты жобалардың бірі ретінде қарастыруымызға болады. Өйткені бұл жерде жалпы қазіргі таңда әртүрлі дағдарыстардың жаңағы табиғи ресурстардың көздерінен, жалпы мұнай, газ деген табиғи ресурстар көздерінің тапшылығынан әртүрлі
әлемдегі дағдарыстардың болып жатқан уақытында бүгінгі таңда әлем бойынша осы баламалы қуат көздерін пайдалану, жасанды қуат көздерін пайдалану бойынша көптеген ірі жобалар бар. Яғни әлем осы энергия көздерін, осы қуат көздерін пайдалануға көшуде. Сондықтан да осы көштен бізде қалыс қалмауымызға, сонымен қатар бүкіл әлемнің назарын Қазақстанға аударту бойынша біз бір үлкен ірі мықты жобалардың бірі ретінде тек қазақстандықтар ғана емес, жалпы әлемдік қауымдастық мойындап отыр. Астана Экспо өзінің әлеуметтік, инфрақұрылымдық, экономикалық және ғылыми тұрғыда Қазақстанды дамытумен бірге еліміздің имиджін қалыптастырып, туристік орындарға әлем назарын аудармақ.